Сең орнынан қозғалды. Үкімет елімізге шетелден әкелген көліктерді ақыры заңдастыратын болды. Мыңдаған отандасымыз тағатсыздана күтіп жүрген бұл науқан 23 қаңтарда басталады. Дегенмен қазақстандық нөмірлер темір тұлпарлардың бәріне бірдей берілмейді. Тіркеу кезінде қойылатын нақты талаптар бар. Ал белгіленген мерзімнен кейін шекарадан бері өткен автомобильдердің жайы не болмақ? Толығырақ әріптесім Қайыркен Отыншы тарқатады. Шетелде тіркеуде тұрған көліктерге қатысты үкімет ақыры бір шешім шығарды. Бірақ бұл ережені ойластыруға 5 айдан астам уақыт жұмсады. Мұндай темір тұлпарларды заңдастыруды мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев былтыр қыркүйекте тапсырған еді. Жаңа ережеге сай бір жолға заңдастыру 23 қаңтарда басталып, 1 шілдеге дейін жалғасады. Бұл ел аумағына 2021 жылдың 1 қыркүйегіне дейін кіргізілген көліктерге ғана қатысты. Осы мерзім аралығында барлық жүргізушілер көліктерін тіркеп үлгеруі тиіс. Құжатымен дұрысталатын автомобильдер арасында рөлі оң жақтағы көліктер мен автобустарда бар. Первое. Автомобиль должен быть ввезен в страну. Біріншіден, көлік 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін елге әкелінуі керек. Екіншіден, ол іздеуде болмауы тиіс. Үшіншіден, басқа мемлекетте бұрынғы тіркелген жері бойынша есептен шығарылуы қажет. Соңғысы толық кедендік тексеруден өтуі керек. Жалпы тіркеуге 5 тоннаға дейінгі көліктер және рөлі оң жақта орналасқан транспорттар алынады. Көлікті заңдастыру үшін азаматтар 213.973 теңге көлемінде бір реттік төлем жасайды. Есесіне утилизациялық алым алынбайды. Бірақ жауаптылар науқан аясында күшейтілген жұмыс режиміне көшуді жоспарлап отыр. Шетелден тасымалданған көліктің әр шегесіне дейін мұқият тексерістен өтеді. Сондай-ақ қосалқы бөлшектерінің сәйкестендіру коды да майшаммен қаралады. Себебі мүлік заң тұрғысында таза болуы шарт. Біздің сол тіркеу пункттарында арнайы полиция қызметкерлері, эксперт-криминалистер болады. Олар автокөліктің нөмірлерін, автокөліктің бөлшектерінің нөмірлерін, содан кейін барып, мына әрбір құжаттың заңды, заңсыз еместігін тексеретін болады. Және сол жерде осы іс-шараның бәрі өткеріледі. Азаматтар заңдастыру туралы өтінішті егов порталы арқылы немесе арнайы халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып бере алатын сандарда. Көліктерді тіркеуге ниетті тұрғындардан ғана құжат қабылдайтын арнайы секторлар ұйымдастырылады. Ал құжатты толық тапсырып болған соң темір тұлпар тексеру пунктіне тапсырылады. Тиісті рәсімдер аяқталғаннан кейін 2 тәулік ішінде жауапты орган автокөлікті заңдастыруға болатыны немесе рұқсат етілмейтіні туралы шешім шығарады. Арнайы халыққа қызмет көрсету орталықтарына барған көлік иелерінен талап етілетін 4 құжат. Заңдастыру туралы өтініш, өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжат, көлік құралының паспортын немесе көлік құралын тіркеу туралы куәлік, көлік құралына меншік құқығын растайтын құжат. Бұл науқан бар жоғы 5 айға ғана жалғасады. Осы уақыт аралығында шетелден көлік әкелген азаматтар транспорттарын рәсімдеп үлгеруі тиіс. Ал 1 шілдеден кейін полицейлер шетел нөмірін таққан көліктердің ізіне түсіп жаппай рейд бастаймыз деп бекініп отыр. Басты назарда Армения, Грузия және Ресейден тасымалданған автокөліктер болады. Олардың құжаттары тексеріледі. Заңға қайшы болса, көлік айып тұрағына жабылып, иесіне айыппұл салынады. Как вы знаете, глава государства. Рейдтік тексерістерге келсек, бұл мәселе туралы бұған дейін де біздің қызметкерлер айтқан болатын. Бірақ ол уақытта шетел нөмірлерімен жүрген көліктердің өзін емес, жол жүру ережелеріне қатысты жұмыстар істелетіні туралы хабарланды. Себебі шетелден әкелінген транспорт туралы нақты шешім жоқ еді. Енді позиция айқындалды. Тіркеуден кейін жаппай тексеріс жүреді. Бұл әлі бер жағы. Енді бір реттік тіркеу науқанынан соң шетелдік тіркеудегі көліктермен ел аумағында жүру тіптен қиындауы бек мүмкін. Осы шарадан кейін азаматтар өз көліктерін ел аумағынан шығаруға мәжбүр болады. Ішкі істер органдары жүргізушілерге автокөліктен құтылудың бір ғана жолы барын айтып отыр. Ол бөлшектеп сату. Қайыркен Отыншы, Еуразия бірінші арнасы.